Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Әсем. Менің YouTube каналыма қош келіңіздер. Дәл осы видео рецептте трендтегі 3 түрлі хит рецепті көрсетемін. Ең алдымен талқанға немесе печеньені блендерден өткізіп аламыз да, үстіне май, қантымызды қойып, осылай крошка дайындап аламыз және формамыздың астына фольганы төсеп, печеньемізді орналастырып шығамыз. Креміне творожный сыр, сахарный пудра және сливки, бір-бірден жұмыртқамызды салып, үстіне кукурузный крахмалымызды қосамыз да, ванилин және де лимон сығындысын қосып барлығын жақсылап араластырамыз. Дайындап алған формамыздың үстіне жаңағы массамызды құйып, алдын ала қызып тұрған пеште астына міндетті түрде қайнап ысып тұрған суды дәл осы видеода құясыздар да 30 минутта пісіріп аласыздар. Міндетті түрде чизкейк суығаннан кейін бірақ аласыздар. Суымай жатып алсаңыздар, беті сынып, арасы ажырап кетеді. Осымен Нью-Йорк чизкейгіміз дайын, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Одан соң біздің дайындайтын салатымыз ол свекладан, яғни қызылшадан салат дайындаймыз. Бұл салат өте оңай дайындалады. Сіздерге аяқ асты қонақ келсе, немесе гемоглобиніңіз аз болса, витамин керек болса, міндетті түрде осы салат дайындап көріңіздер. Егер де қыздар диета ұстап жүрсеңіздер, осы салатты да жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады. Менің өзіме өте қатты ұнады. Ең алдымен свекламызды пісіріп аламыз суға. Міндетті түрде толықтай пісуі қажет, қатты күйінде жасамаймыз. Одан соң пісіріп алғаннан кейін творожный сырды дайындап аламыз да, свекламызды дәл видеодағыдай жіңішкелеп кесіп, арасына творожный сырды қасықпен жағып шығамыз біркелкі етіп. Барлығы толықтай жағылуы қажет. Міндетті түрде творожный сырды жағамыз. Сонда өте дәмді болып шығады. Осылай 3-4 слойдан қойып, свекламызды орналастырамыз да, рукколаны және салатный лист дейді. Соның үстіне оливковый масламызды және лимон сығындысын бірден құйып жіберсеңіздер болады. Мен ең соңында лимон сығындысын қостым. Одан соң барлығын жақсылап араластырып алғаннан кейін тарелкамызға орналастырамыз. Одан кейін қыздар, мен дәл осы жерде барлық свеклаларымды кесіп, видеодағыдай тарелкаларға орналастырып шықтым. Сіздер де дәл осылай жасап көріңіздер. Жан-жағының барлығына осы әдемілеп орналастырып шығамыз. Жеуге өте жеңіл қыздар. Диета ұстап жүрген қыздарға жасап көруге кеңес беремін. Өте оңай дайындалады. Одан соң мен басында руккола мен салатный листті араластырған кезде лимон сығындысын қоспағанмын. Егер сіздер де қоспай қалсаңыздар, дәл осылай бетіне себелеп жіберсеңіздер болады. Одан соң апельсиндерімізді аршып, шет жақтарына қойып шығамыз. Мен бұл жерде мандаринді қойдым. Егер сіздерде апельсин болса, апельсин қоясыздар және бетіне кедровый орех немесе кез келген өзіңіз қалаған орехты осылай сеуіп әдемілейсіздер. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса парақшама тіркеліп пілпіл қойды ұмытпаңыздар. Көбіміздің сеуіп жейтін маковый пирогты дайындалуын оригинал рецептпен бөлісемін. Ең алдымен бізге сары майдың үстіне жұмыртқамызды қант салып, ұн және макты салып, жақсылап жұмсақ қамыр дайындаймыз. Жұмыртқаның ағы мен сарысын ажыратамыз. Барлық құрамын төменге жазып қоямын. Тестамызды осылай дайындап алғаннан кейін салфанға салып және салмасын дайындағанша холодильникке саламыз. Құрғақ ыдысымызға ақуызды, қантты және кукурузный крахмалды салып, осындай аппақ масса шығарамыз. Қоймаудың қою масса болу керек. Бетіне арасына грецкий орех қоясыздар. Сонда өте дәмді болып шығады. Тестамызды табамызға жайып 180 градуста пісіріп аламыз және де креміне творожный сыр, сливки, қант салып, барын жасап араластырып, дайын тестамыздың арасына жағып шығамыз. Теста міндетті түрде суыған болуы қажет және шетіндегі артықта тесталарды алып тастаймыз. Бетіне кремін жағамыз. Баршаңызға ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер.